Сәлем достар, мен сіздерге қазір ютубтан қалай канал ашу керектігін көрсететін боламын. Басынан бастап көрсетемін. Ең бірінші бізге Google'дан аккаунт ашу керек болады. Ең бірінші вайтиға кіріп, сменить аккаунт арқылы создать аккаунт деген батырманы басамыз. Для себя дегенді таңдаймыз, себебі біз өзімізге ашып жатырмыз. Және ендігі атымызды, фамилиямызды жазамыз. Біз жаңа аккаунт жасап жатқандықтан, жаңа есім ойлап табамыз. Біздің жаңа құпия сөзіміз 8 белгіден және әріптер мен сандардан тұру керек. Әрі қарай бізге жаңа номер енгізуіміз керек болады. Яғни, ешқайда қолданылмаған, бұрын-соңды қолданылмаған номерді енгіземіз. Бізге резервтік адрес керек емес, және күнімізді, жылымызды және айымызды жазамыз. Жынысымызды белгілейміз. Әрі қарай келесі қадамға өтеміз. Біздің номерімізге код келу керек. Телефонымызға келген кодты осы жерге жазамыз. Бұл операцияны өткізіп жіберуімізге болады. Әрі қарай қолдану шартын оқып шығып, оны қабылдаймыз. Енді ютубқа кіріп, канал ашатын боламыз. Көріп тұрғандарыңыздай, біздің жаңа аккаунтымыз ютубқа тіркеліп қойған. Автоматты түрде тіркелген, бізге арна жасау арқылы ютубқа канал ашуымыз керек. Өзіміздің атымызды пайдаланамыз, себебі біз өзімізге асып жатырмыз. Мына жерге өз сілтемелерімізді қойсақ болады, бірақ қазір біз бұны өткізіп жіберуімізге болады. Міне бізде арна ашылды, енді арнаны елестеу арқылы біз арнамызды безендіре аламыз. Видеоның пайдасы тиді деп ойлаймын. Сау болыңыздар.